Сен құлаған кезде күлетіндер әрдайым ең жақындардан шығады. Көп адам сенімен бірге болғысы келеді, тек пайдасы бар кезде. Сені ешкімде шын мәнінде түсінбейді, бәрі өз түсінігімен бағалайды. Адамдар саған сенгенше емес, қажет болғанша қасыңда болады. Өмір әділ болуға міндетті емес, ал сен оны жеңуге міндеттісің. Ешкім сенің ішкі күйзелісіңді көрмейді, бірақ бәрі күліп жүруіңді талап етеді. Адалдығың көбіне сенің әлсіздігің сияқты көрінеді. Өзіңді құрметтемесең, сені ешкім құрметтемейді. Жақсы адам болу барлық адамға ұнау деген сөз емес. Сен жасаған жақсылық ұмытылса да, бір қате мәңгі есте қалады. Адамдардың көбі бетіне күліп, артыңнан өсек айтуды қалыпты көреді. Өмір сені үйретпейінше, ешкімнің кеңесі көмектеспейді. Кейде отбасы деген ұғым ең көп жара салатын ортаға айналады. Уақытыңды бағаламаса, сенің де құның төмен болады. Көпшілік ақиқатты емес, әдемі өтірікті тыңдағанды жөн көреді. Қиналғанда қасыңда болмағандар сәттілігіңде жаныңнан табылады. Көп адам сенің жеңісіңді емес, құлаған сәтіңді күтіп жүреді. Сезімге ерік берген сайын, сол сезімдер саған үстемдік етеді. Сенің әлсіздігің біреудің манипуляция құралына айналады. Адамдардың уәдесіне емес, әрекетіне қарап үйрен. Адамдар шын ниетіңді емес, нәтижеңді бағалайды. Сенің әлсіздігің басқаларға күш береді. Мейірімділігіңді міндет деп қабылдайтындар көп. Кешіре берген сайын қадірің кетеді. Өзгелерді тым көп ойласаң, өзіңді жоғалтасың. Сен үнсіз қалған сайын, олар өзінікі дұрыс деп есептейді. Бір рет иілсең, мәңгі басындырғысы келеді. Әдемі сөз айтатындар көбіне ісімен алдайды. Жаныңдағылар бәрін білет деп ойлама. Олар тек өзіне тиімдісін көреді. Ең жақындар кейде сен күтпегенде сатып кетеді. Көп адам сенің ішкі күресіңді емес, сыртқы жетістігіңді көреді. Тым жақсы болуға тырысу өзіңді жоғалтудың бір жолы. Ақиқатты айтсаң, жек көрінішті боласың. Түсінбейтін адамға 1000 рет түсіндірсең де пайдасы жоқ. Қиын кезде шыдамаса, жеңіл кезде бірге болуға хақысы жоқ. Біреудің сен үшін не істегені емес, не істемегені есте қалады. Ең ауыр сөз өзің жақсы көрген адамның суық көзқарасы. Сенің табысыңа қуанғандай көрінетіндер іштей көре алмайды. Адамдар тек өзіне ыңғайлы болғанша ғана сені қолдайды. Адамдар сені өзгергенің үшін емес, олардың үмітін ақтамағаның үшін ренжиді. Қанша көмектессең де, бір рет бас тартсаң, бәрін ұмытады. Сен жоқта кім не айтатыны, сен барда кім күлетінінен маңызды. Қиын кезде үнсіз кеткендер ешқашан сенің адамың болмаған. Көпшілік сенімен бірге болғысы келеді, бірақ ешкім сенің ауыртпалығыңды көтергісі келмейді. Сен түсінуге тырысқандар сені түсінуге тырыспайды. Адал болу кейде өзіңе қарсы соғыс жүргізумен бірдей. Кейбір адамдар сенің мейірімділігіңді ақымақтық деп қабылдайды. Сенің табысың біреудің тынышын алады. Әр кез сен кінәлісің, өйткені сен үндемейсің. Түсіністік танытқан сайын шекара бұзыла береді. Жаның ауырғанда жұбататын емес, кінәлайтындар көп болады. Шындықты айтсаң, қатты айтып қойдың дейді, өтірік айтсаң, алдадың дейді. Құрметті талап етпейтіндер ең көп тапталады. Өз бағаңды білмесең, біреу саған арзан құн белгілейді. Кейде жақындадан көрген салқындық жаттың тасындай суық болады. Адамдар сен туралы өз ыңғайына қарай
әңгіме құрайды. Біреудің қолында қалмау үшін өз аяғыңа сенуді үйрен. Әрбір кешірім сені аздап жоғалтады. Өмір саған ауыртпалық бермейді, тек кім екеніңді көрсететін жағдай жасайды. Өзімен күресе алмаған адам өмірмен күресе алмайды. Қиындық өмірдің жауы емес, ұстазы. Өзіне өтірік айтқан адам өмір бойы тұтқында болады. Кінәні сырттан іздегенше айнаға қара. Сен неге шыдайсың, сол сенің шынайы таңдауың. Өзгергісі келмейтін адам өмірдің өзі өзгерткенше күтіп жүреді. Шын еркіндік жауапкершілік алған сәттен басталады. Қарсы пікірден қашқан адам шындықтан да қашады. Адам өзін жеңбейінше өмірді жеңем деп ойламасын. Күнде шағым айтатын адам өзін құрбандыққа айналдырады. Қолыңдағы мүмкіндікті байқамасаң, ол бір күні жоқ болады. Өмір сен емес, сен өмірді қалыптастырасың. Өз өміріне өзі ие болмаған адам әркез біреудің шешімін күтіп өтеді. Адал еңбек етпей, таза жеңіс күтпе. Ертең бәрі жақсы болады деп күтпе. Жақсы өмір бүгінгі әрекеттен басталады. Саған ешкім ештеңе қарыз емес, табыс та, құрмет те тек еңбектің арқасында келеді. Адамдар сен туралы емес, өздері туралы көбірек ойлайды. Сол себепті бәріне жағуға тырыспа. Қателік жасаудан қорықпа, тек сол қателікте қалып қоюдан қорық. Ашу үстінде қабылданған шешім ертең өкінішке апарады. Ешкім сені құтқармайды, өз өміріңе тек өзің жауаптысың. Өмірде ең қиын шешімдер, жиі ең дұрыс шешімдер. Сабыр әлсіздердің емес, мықтылардың қаруы. Өтірік жұбаныштан ащы шындық артық. Қандай да бір жетістікке жету үшін құрбандықсыз болмайды. Сенің уақытың, сенің өмірің, оны кімге бөлетініңді ойланып таңда. Тек өзің өзгергенде ғана өмірің өзгереді. Жүректің айтқанын тыңдай берме, кейде ақыл суық, бірақ дұрыс бағыт береді. Әр нәрсеге себеп бар, қарсы шықпай сабақ ал. Өмір әділетсіз, бірақ осыны ерте түсінген адам алға жылжуды ертерек бастайды. Сенің өмірің сен қабылдаған шешімдердің айнасы. Өзгелердің мақұлдауына тәуелді адам ешқашан еркін өмір сүрмейді. Ішкі тыныштық сыртқы жетістіктен де қымбат. Өзіне үнемі жалған айтатын адам өмір бойы орында тұрып қалады. Адам өспейді, егер өсуге мәжбүрлемейтін ортада өмір сүрсе. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Көңілдеріңізден шыққан нақыл сөздерді төменге жаза отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.